Баршаңызға сәлем. Бүгін екі түрлі салмамен дайындалатын етсіз ораманнан әзірлейміз. Ең алдымен қамырымызды дайындап аламыз. 500 грамм ұнға 1 ас қасық сұйық май және тұзды сумен қамыр илейміз. Қамырымыз тыңғанша салмаларын дайындаймыз. Бірінші салма бізде пияз бен сәбіз. Пиязды ұзыншақтап тураймыз. Сәбізді корей үккішінен өткізіп аламыз. Тұз бұрышын сұйық майын қосып дәміне қарай жақсылап араластырып аламыз. Екінші салмамыз дайындаймыз. Жусайды қатты майдаламай турап аламыз. Және пияз қосамыз. Пиязды төрт бұрыштап турап, тұз бұрышын майын қосып араластырып қойып қоямыз. Ал енді жаңа қамырды мен 4 бөлікке бөлдім, жұқалап жаямыз. Жайылған нанымызға май жағып, салмамызды салып, ортасына май жағып, рулет қып ораймыз. Екінші салманы да дәл солай жасаймыз. Сәбіздің орнына асқабақпен жасасаңыздар да өте дәмді шығады. Ал енді мантаваркамызға салып 40 минуттай пісіріп аламыз. Көкөністерден жасалған орамандарымыз дайын. Жасап көріңіздер, ас болсын.